Райымбек Көмекбаев атындағы номер 107 мектеп-лицейінің 4-ші сынып оқушысы Қаратаева Іңкәр. Мен Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа кітабын оқи отырып, үзіндісінің повесін оқи отырып, үзіндісін айтып бергім келеді. Оның үзіндісінде мен Қожа деген бала туралы айтылған. Ол Қожа деген бала басында сотқар, нашар оқитын бала болған. Bir кездері Майханова апай анасын жиналысқа шақырады. Ол кезде анасына Қожаның тәртібін түзелуін өтінеді. Ал анасы үйге келгенде Қожаның тәртібін өзінің қолына алып, тәртіпті, әдепті бала болуға үйретеді. Қожаның әдепті бала болуына анасының аяуы, әжесінің сағынуы, болашағын ойлауы, Жанар деген қызға ұнауы осы себептер болды. Сондықтан ол әдепті жолға түсу үшін осы себептерге байланысты әдепті жолға түсті. Бұл кітабымызды Бердібек Соқпақбаев атамыз жазған. Ол балалар жазушысы. 1924 жылы туылып, 1992 жылы дүниеден озған. Мен сіздерге жас ұландар, сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өзім осы кітапты оқи отырып, құштарлығым оянды. Сіздердің де құштарлықтарыңызды оятқым келеді. Осы кітап маған өте қатты ұнады. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Мен Намазбек Уәсидің оқуға құштар мектеп және оқуға құштар жас ұлан акциясы аясында мектеп кітапханасынан Керей мен Жәнібек кітабын алдым. Онда қызықты Әбілқайыр туралы мәліметтерді білдім. Әбілқайыр хан 1693 жылдары дүниеге келген. Әбілқайыр хан қазақты әрқашан қолдаған. Ол батылдығымен және өзінің әскери қолбасшылығымен көзге түскен. Ол 1718 және 1748 жылдары билік құрған. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Әрқашан кітап оқып жүрейік. Мен Бердібек Соқпақбаев атындағы номер 2-ші мектеп-лицейінің 4-ші сынып оқушысы Елпес Мейірім. Оқуға құштар жас ұлан акциясына қатыса отырып, оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектеп кітапханасындағы менің Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа кітабын оқи отырып, сіздерге мазмұн айтатын боламын. Повес Қожаның бастан кешкен әртүрлі оқиғаларын айтатын боламын. Ол тәртіпті, үздік оқушы болуға тырысып жүр. Оның бұзықтығы әкесінің жоқтығы деп ойлайды. Оның кинодағы махаббаты үлкен рөл ойнайды. Ол сыныбындағы үздік оқушы және де тәртібі жақсы Жанар деген қызды жақсы көреді. Оған кей-кезде кітап арнағысы келеді. Ол жазушы болуды армандаған. Және де Қожаның бұзықтығына әсер еткен жағдайлар, әжесінің еркелетуі, әкесінің жоқтығы, анасының қызғануы. Сіздерге де осындай әдеби кітаптар оқуға кеңес беремін. Кітап білім бұрағы деген. Осындай кітап оқыңыздар. Білімдеріңіз тереңдейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.